Ассалаумағалейкум қазақ елі. 9 мамыр бәріміз шығамыз. Орыстар шығады ғой, бессмертный полк. Анау аталарын ұстап. Бізде шығамыз. Бірақ біздің шығу мақсатымыз, анау Георгиевский ленточканы көрсеңіздер, полиция көп болады. Полицияға шақыртып айтыңыз, мынаны алып тастасын. Егерде Ресейдің туы болса, алып тастасын, заңсыз. Егерде қызыл әскердің знамя болса, онда алып тастасын. Міндетті түрде видеоға түсіріңіз. Видеоға түсіріп бізге жіберіңіз. Біз Генеральный прокуратура МВД-ға онлайн жібереміз. Адвокаттарымыз дайын. Ертең 9 мамыр бәріміз жұмыс істейміз. Байланыс телефон +380 680 25 27 25. Бұл WhatsApp нөміріміз. Біз Қазақстан, Ресейдің Билайн, Теле2-ні қолданбаймыз. Европаның симкасын сатып алғанбыз. Алматыдамыз. Сондықтан бессмертный полкқа шығады ғой. Гүл шоқтарын салуға. Егерде Георгиевский лента көрсеңіз, полиция шақырып алғызыңыздар. Біздің лентамыз бар, мынандай қазақи лентамыз. Сол рұқсат етілген. Георгиевский ленточка, Ресей тулары және қызыл әскердің туы, ол тыйым салынған, запрет. Сондықтан бізде 9 мамырда жалғыз мүмкіншілік. Заңды, өйткені сізге тиісе алмайды, орыстар шығады ғой, сіздер де шығыңыздар. Бірақ сіздің мақсатыңыз қазақтың ұлттық мүддесін қорғау. Олар орыстар провокация жасап шығады ғой, Берия, Сталинді алып шығады. Біз соны тоқтату керекпіз. Сондықтан хабарласыңыздар, видео күтеміз. Бірге ел болып, осындай ұлттық мүддемізді қорғамасақ, ешкім бізге келіп соны жасамайды.